тақырыпта ғылыми жаңалықтардың маңыздылығын және оның ой өрісінің дамытушылықтарын және ғарыш әлеміндегі жаңалықтарды тақырыпта оқыта отырып ғылыми жаңалықтарының маңыздылығын және маңызды екендігін және ойлау қабілеттерінің ой өрістерінің дамытушылығы және ғарышты игерудің адам баласы үшін соншалықты маңызды екенін оқушылардың ойын сана сезіміне қалыптасты және әрмен қарай өздерінің дамытушылықтарымен айналысып бір жақсы нәтижеге жетті. Балалар, қазір сендер осы қазақстандық ғарышкерлер туралы екі топқа, бірінші екінші топта мен сендерге класста жасайсыңдар. Өздері үйде дайындап келген жұмыстарың бойынша мынаны реттейсіңдер ме? Өздерің тарихша бойынша жұмыс істейсіңдер. Сендер қазақстандық ғарышкерлер туралы оқулықтағы соған қатысыңдар, осының ішінде бейнелер жазасыңдар. Кәне, сендерге тапсырма берді, уақыт оқулықтан қарап отырыңдар. Жылдамдатты. Сендер біраз жылдан істеңдерші, бір рет қана төрде салып бітті жұмыстарда. Уақыт жетпей қалыпты. Бірінші топ сендерде мынау әлемдегі ғарыш айлақтары туралы да сендер істейсіңдер. Қазір сендер осыған қысқаша сипаттама бересіңдер. Қысқаша тікелей жауап қойып отырыңдар. Ол қазір сендерді бір төгіп аласыңдар. Сен бұл сыртын істей берші. Сосын әрбір топтан екі адам шығып, қорғайсыңдар. Келеді. Америка құрама штаттары 1962 жылы құрылды. 1960. Қалғандарыңыз қарап отырыңдар. Ал енді айта қойыңдар. Не туралы айтып тұрғаныңыз? Мынау әлемдегі нелер. Бұл ғарыш айлақтары Кеннеди 1962 жылы құралған. Байқоңыр 1925 жылы құралды. Франция құру 1968 жылы құралған. Космический центр 1969 жылы құрылған. Көмектесіңдер бар ма? 1928 жылы құралды. Бұл әлемдегі ғарыш айлақтары дейді. Қалай келісеміз? Қалай бағалаймыз? Бағалай аламыз бұларды? Мен бұлай орташа қоя аламын мен. Себебі бұлар дауыстар шықпай тұр. Нақты айта алмай тұр. Ал сендер қалай бағалайсыңдар? Орташа қоямыз да? Жақсы. Екінші топтағы бар, кәне? Бақылы шығарма, мән болдың? Қараңдар. 1951 жылы Жамбыл ауданында, Алматы облысында Қарғалы ауылында туды. Ол Қазақстан Республикасының әрі Ресей Федерациясының ұшқыш ғарышкері. Ол 1994 жылдың 1 маусымы 4 қарашасынан Союз ТМ ғарыш кемесімен ғарышта болды. Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров 27 шілдеде туған. 1946
жылы. Ол Ғарыш айлағы. ғарыш айлағында ғарышқа ұшты. Тағы да үшінші бізде кім болды? Ең соңғы ұшқан Айымбет деген да, ол да Қазақстаннан ұшқан ғарышкерлер. Қалай бағалаймыз? Орташа. Орташа, неге орташа? Неге? Отыра қойыңдар. Енді мұндай сұрақ қойды. Неге орташа? Ол бірінші топтарға неге орташа қойдыңдар? Олар кішкенесін ұмытып қойды. Тілеге достары де қатысты. Жақсы, тамаша. Ал, бәрі, ал. Бірінші топтағы жұлдызды кімге бересіңдер? Екі жұлдыздың біреуін. Айтып тұрып айтыңдар. Кімге бересіңдер? Аққайынға. Мен бұл жұлдызды Альмираға беремін. Альмираға береді екен. Тамаша. Екінші жұлдызды кімге бересіңдер? Мен бұл жұлдызды Альмираға беремін. Альмираға береді да? Өте тамаша. Ал, тілекті қалай тілекті қалай жаздыңдар? Ал, соны. Екінші көп жақсы ат салысты, бірақ кішкене кемшілігі де болды. Алда жақсы өнер көрсетсін деп тілейміз. Сондай тілек айтасың да? Ол тамаша. Мен мына жерге қояйын. Сосын сол тілекті мына жазуға болады. Мына жерге енді сендер бірінші топтағылар, екінші топтағылар. Бізге Аймаралының Аққайың жұмыс істегені ұнады. Солай төртеуі де бірге бірігіп жұмыс істегенін қалаймын. Мен бір жұлдызды Аймаралға беремін. Тамаша. Ал, екінші жұлдызды кім береді? Ал, екінші жұлдызды. Екінші жұлдызды Аққайынға. Тамаша. Қазір қорытындылаймыз, сол кезде біз эссе жазамыз. Қазір тақтадан ілініп тұрған суреттерден бір-бірін алды. Екінші топтағылар тұрып, мына жерден таңдалып алыңдар бір-бірін. Алыңдар. Ішінен таңдаңдар, бір-бірден аласыңдар. Екінші топтағылар тұрыңдар. Таңдап алыңдар. Қазір осы суретке қарап, сендер еске жазасыңдар. Микрофон, жаңа қайырып еске салыңдар. Ал енді еске жазыңдар. Осы суретті қарап, эссенің атауы «Мен ғарышкер болсам» деген тақырып. Мен ғарышкер болсам. Ал, болдық қойдыңдар арамызда. Кәне, бастайтына бірінші топта кім дауыстан шығадыңдар? Кәне, Әсел. Эссен. Тұр. Мен ғарышкер деп ойлаймын. Мен ғарышкер болғым келеді. Мен ұшқыш болсам, ғарышқа ұшып әр галактиканы зерттер едім. Мен ғарышкерді жақсы көремін. Ғарышта әр түрлі галактика бар. Ғарышта 9 планета бар. Менің арманым ғарышкер болу. Так, келесі. Аймарал кәне. Мен ғарышкер болсам, Тоқтар Әубәкір, Айдын Айымбет, Талғат Мұсабаев секілді ғарышкер болғым келеді. Өйткені мен жерімізді өз көзіме ғарышта көріп зерттегім келеді. Мен ғарышкер болсам, елімізді, жерімізді одан әрі танытушы едім. Тамаша. Так, біз қалай мұндағылап отырамыз негізінде. Так, келесі. Кәне, Әлия. Так, кімде бар? Кәне, Аққайын кәне, сен оқи қош. Мен ғарышкер болсам, ғарыштағы жұлдыздар мен планеталарды зерттеуші едім. Аспанда қанша жұлдыз бар екенін, өзге планеталарда тіршілік иесі бар ма екенін
оқысам көргім де келеді. Тамаша. Енді иман жүсіп. Мен ғарышкер болсам, жаңа планеталар ашушы едім. Тоқтар Әубәкіров, Юрий Гагарин, Талғат Мұсабаев, Айым Айымбетов секілді болғым келеді. Әлемде жұлдыздың санын білгім келеді. Сол кісілердің рекордын жарғым келеді. Мен тапқан ғаламшардың атын қойып, өз елімнің туын қойып, ізімді қалтырушы едім. Тамаша. Қазір балалар, мен сендерге өзін бағалау деген тақырыпшаны оқулықты мен берген қағаз. Сосын осыған қарап, сендер міне стикер бар. Мына жерден алыңдар стикерді бір-бірден. Сосын қоясыңдар. Осы мен қандай нәтижеге жеттім сабақта. Қазір мында стикер бар, қазір аты жөндерін жаза қойды, сосын қойыңдар мында. Мына ішіне. Немене оқытыңдар, немене істедіңдер. Ал, бағалайды өз-өзіңді. Қалам сатыңдар. Ал, аты жөндерін қоя қойды, тезірек сосын сол жер қоясыңдар. Ол сабақта өз-өзіңді бағалау. Buradan da tek. Buradan da tek. Al. Қандай нәтижеге жеттік біз? Өте тамаша. Әлихан, сенен бастайықшы. Өз-өзіңді бағала деген еді. Қандай сен өзің білесің? Тұр орында. Мен ойланам, мен нәтижеге жеттім. Қалай? Болмады да, сәбірді? Қалай болғанды? Отыра ғой, тамаша.